sarılın. Benim қолымda не көріп тұрсыңдар? Суреттер көріп тұрсыңдар, ya? Карточкадағы суреттейлер. Мен қазір әр оқушының жанына барып, бір карточканы алады, сол карточкадағы сөйлемді оқиды. Мысалы, қарайды. Қуанышты, ашулы, қорқынышты дейді, ya? Бізде суретте қандай сурет көріп тұрмыз? Қуанып тұрған сурет көріп тұрмыз, дұрыс. Қазір эмоция арқылы осыны оқитын боласыңдар, мысалы. Ата қыста жейтін азықтарды дайындайды деген сияқты күліп жүрсе, эмоцияға қарап мақұл. Бастаймыз, қайыр сөйлемді оқимыз. Бізде айтады, қуанышты, ашулы, қорқынышты болып оқу керек екен. Қане оқып көрейікші эмоциямен. Диқаншылар дейсіңдер, егін жинап. Адамдар қысқы жем-шөптерін дайындады. Жақсы. Айша. Сәлем, эмоцияға кірдерші оқушылар. Эмоцияға кіріп оқыңдар. Қанға, астыққа, болды дейді, ya? Қуанышты, ашулы, қорқынышты болып оқу керек. Оқимыз, Айбери. Адамдар қысқы жем-шөптерін дайындады. Оқыды. Қысқа таңдау үшін оны дайындайды. Жақсы. Америткі сәл ұқсады, ya? Қан, Әбілқайыр эмоциямен оқып бершісі. Бізге айтады, қуанышты болу керек, ашулы және қорқынышты болу керек. Диқаншылар егін жинап жүр. Күзде бау-бақшаға жемістер піседі. Тамаша, міне. Әбілқайыр сияқты оқыңдаршы. Құстар жылы жаққа кетіп тұрады. Қанға, астыққа толды. Жақсы. Нұрасылдікі да келді, ya, балалар? Нұрасылдікі да ұқсады. Бізде Анда қыста жейтін азықтарын дайындайды. Күн суыта бастайды. Тамаша. Ал оқушылар, психологиялық ахуалды қалыптастырған болса, үйге тапсырмада денесі уақыт сақтау ережесін құрастырып кел деген тапсырма беруге болады. Жүзу жату керек, қызыл жүру керек. Сосын біздің әкеміз сыйлап алады. Жақсы. Тағы. Дұрыс. Тамаша. Тағы. Түзу жүру керек, ол да қабылданады. Апа, мұғалімді тыңдау керек. Бізде тағы. Дене сымбатында не істеу керек? Біз Жаттығу. өте тамаша, жаттығу жасау керек. Артында тұрғанда, ya? Дұрыс. Тұшырады жасайсыз. Азайып жаттығу керек. Дұрыс. Ол да жатады. Қалай? Тамаша, ол да қабылданады. Жарайсыңдар оқушылар, үйге жақсы тапсырмасын дайындалып келген екенсіздер. Бізде қызық әдіс, бұл жерде табан іздері әдісі, ya? Яғни тақырыпты ашу. Мен қазір мына жерге әр оқушыдан шығарам, ya? 4 топ бар ма бізде? 4 топтан бір оқушыдан шығарып, табан бірге қараңдар. Мен қолда не көріп тұрмыз? Табан іздері, ya? Қазір мен осыны жерге қоямын. Қазір осы табан аяқтарымен басу арқылы сұрақтарға жауап берген сайын өтіп тұрасыңдар осыдан, ya? Бірінші топтан шығады, төреге шығарайық. Кел, төре. Мен сұрақ қоям, ya? Сұраққа жауап берсең ғана келесі аяқ іздеріне өте аласың. Қанекей бізде бірінші сұрақ қалай? Сенің денеңді не ұстап тұрады дейді. Сенің денеңді не ұстап тұрады? Қанға. Дұрыс, өте ғой. Екінші аяғымызда қойсай. Жақсы. Екінші сұрақ бізде қанға сүйектері өте ме дейді. Жақсы. Тамаша. Отыра ғой. Екінші топтан Даяна келе ғой. Даянаға сұрақ бізде. Қанға қандай қызмет атқарады дейді. Басамыз екеуімен. Бізде келесі сұрақ ағзаның негізгі мүшесінің бірі дейді. Бұл енді оңай сұрақ деп ойлаймын. Ағзаның негізгі мүшесінің бірі.
Suyak. Dürüs. Жақсы, отыра қой. Ал бізде тақырыпта ашып болған болсақ, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз дәптерімізге, тақырыпты жазамыз. Қарашаның 27-сі сынып жұмысы, денсаулықты қалай күту қажет деп тақырыпты жазамыз дәптерімізге. Менің қолымда карточкая, яғни билет. Мен сендерге қазір осы бағалау, өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Бұл жерде қазір бізде тапсырмалар шығады ғой, иә? Үй тапсырмасын кім қалай орындап келді? Әр оқушы өзінің бағасын бағалайды. Тапсырмаларға қалай қатысты? Өзін қалай бағалайды? Мәлімет жазасына не? Қараңдар. Бұл жерде бізде 1-ден 10-ға дейін балл тұр, иә? Сол жерде бүгінгі сабақта өздеріңді қанша балмен бағалайсыңдар, үшін боясаңдар болады. Және де оқушының аты жөні деген жерге өздеріңді аттарыңды жазасыңдар. Бізде өте жақсы түсіндім, сұрағым бар дейді. Жоқ түсінбедім деген 3 стикер тұр, иә? Сол 3 стикердің жанына боясаңдар болады. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, болмаса сұрағым бар, өте түсінбедім деген сияқты, иә? Осыны қазір ең соңында мен жинап, үйге барып бағалайтын боламын. Бұл сабақтың соңында маған жинап бересіңдер. Себебі өз-өздеріңді сабақтың соңына дейін бағалап отырасыңдар. Жаңа тақырыпты түсінейік. Мына жерде қазір видеороликті тыңдаңдар, иә? Жақсылап. Сосын осы жерде мен сендерге сұрақ қоятын боламын. Балапани. Балапани. Осы денсаулықты қалай күту қажеттігін ішінде бізде бүгін сіз тісімізді қалай күту қажеттігін білеміз. Үйде бәріміз осылай істейміз бе ағында? Abi hayır. Жақсы жататын уақытта, иә? Зейнеге жауап береміз. Тамаша, өте дұрыс жауап. Бұл жерде бізде бірінші тапсырма, яғни бүгінгі сабақта біз денсаулықты қалай күту қажеттігінің ішінде біз тіс күтімін үйренетін боламыз, иә? Екінші тапсырма бізде сен білесің бе әдісі? Инертуляс қандай сурет көріп тұрсыңдар оқушылар? Міне, қазақ денсаулық кепілі, гигиеналық құралдар, иә? Қалай? Суретте тұр. Бізде гигиеналық құралдарға нелер жатады? Щетка жатады, сосын тіс пастасы, орамал, дұрыс. Ең қажетті нәрсе бізде не? Су керек. Біз неге қарап жуамыз тісімізді? Айнаға қарап. Қазір оқушылар, міне сұрақ көрдіңіз ғой, иә? Мен қазір бір оқушыдан тұрғызамын өзіме. Мынаған бір оқушыны, сол оқушы тұрып маған сұрақтарға жауап береді. Жеке затымыз, дұрыс. Екінші сұрақ. Болмайды, иә? Ол өзінің әркімнің өзінің жеке құралдары болу керек.
Tamosha. Deningga qalay tutum jasaysan deydi. Aqto'ya o'rnimizdan turamiz. Yer baldordan so'raylik topshirmani. Deningga qalay tutum jasaysan deydi. Tuzib o'tirib, tamosha. Tutum jasab, qanday? O'lda qabuldan kelesi. Kelesi qanday? Qanday misol aytamiz? Aytamiz seni. Tamosha, o'tira qo'y. Kelesi turamiz bizga. Nurasıl javob beradi. Qo'lda qashar yuvib kerak. Nega deydi? O'rnimizdan turamiz. Nurasıldan so'rab qo'yib birinchi. Davsimiz qancha chiqadi? Shuni kir bo'lganda, ya, durust. Yerdo'z. Ayta qo'y. Ayta qo'y. Yerdo'z tingla Yerdo'zda. Ya, durust. Durust, tamosha. Adina. Tamosha. İsmail o'rnimizdan turib, sen qo'lingni qalay yuvasan dedi. Son so'roqqa javob berishmi? Ya, sen qo'lingni uyda qalay yuvasan? Sabunda olib. Keyin shashqa burunga surtamiz ya. Tamosha, o'tira qo'yinglar, yaxshi. Bugungi sababimiz xabarlarimizda bizde tisimizga meni qarangiz qanday surib ko'rsatibsizlar o'zi negizi. Kirdiz ya. Bizga hozir foydali qaham desak, bizga tisimiz qanday bo'ladi? Oppoq toza bo'ladi. Ziyam tomosha tisimizga qanday qo'yib bor? Ya, hozir o'quvchilar mana sizlarga so'l yerda qanday sakkiztiramiz ya, foydali va ziyam taomlarni ko'ramiz. Tamosha. Молоко, tamosha. Ayran. O'tirib o'zinglar, tamosha, молодец chiqdi. Bizda foydali taomlar. Baliq. Tag'in necha qilamiz? Foydali taomlar. Xo'roq, ya. Qo'yamiz, sakkiztiramiz. Tamosha, o'tira qo'y. Ziyon taomlarni jazo aytishyapti, Nuriya. Ziyon taomlar. Kel Ismoil. To'xta, ta'bir istesin Nuriya. Nuriya, ziyon taom. Yaxshi. O'zi tamomcha o'tira qo'y. Ismoil. Bizga o'rni. Qani bizga ziyarat qilamiz bizga. Tamosha. O'tida so'tiramiz. Adina. Bizga o qanday taomimiz turadi? Ziyarat, sayran jaydan
tekshirib. To'sibeka. Boyunca qurtulup, zertana adisi ya. Men sizga vergi aylanıp keldigan bo'ladimiz. Kim olib keldi aynani? Aldınız bağlamaz aynani. Hozir bir o'qishni chiqaramiz taxtaga. Sol o'qishi. Bunda turgan zertana yurgiziladi. Kim chiqadi? Zeriya bu sabaqqa o'ta tomosha qattiq. Tasma o'qishlar chiqaradi. Keldi. Aynani qo'y. Bәріміз отырып, оқушылар, бәріміз айнамызды қаратамызда бірге жасайтын боламыз. Орнымызда отырып. Айнамызды ашамыз. Бізде зерттеу жұмысы былай дейді бірінші. Айнаның көмегімен өздерінің тістеріне қарайды. Бәріміз айнаны ашып өзіміздің тісімізді көреміз. Жақсы. Ауыз қуысындағы тістің түрлерін санайды. Ауыз қуысымыздағы тістерді санайықшы. Қанша тісіміз бар екен айнадан. Асты үстін. Dayana sanayımız aslı üstün. Kaç atısınız var ki? 16. Aslı üstünden 16 çıktırma. Aslının üstünde sanayımız. Aynadan görmüyordu koy. 19 tisi var ki Dayana'nın. Keyingi bizde tişlerinin katlılığını tekseriu üçün ақырында қарандашпен судан көреміз. Бұлай қабылдатып көрейікші тісіміздің қанша қаттылығын тексеру үшін. Қаттырақ. Тісіңнің қаттылығын қандай деп ойлайсың өзің? Қатты ма, орташа? Орташа. Жақсы. Бізде осы нәтижені дәптерімізге жазамыз. Оқушылар, бізде қандай нәтиже пайда болды? Тісімізде қанша тіс бар екен? 21, 16, 28 тағы. Тістерінің қаттылығы қандай екен? Орташа ма? Қатты, орташа екен. Тамаша. Отыра қадайады. Тек қосымша тапсырма оқушылар. Қазір мен бейнефильмді қосамын. Сол жерде тісті қалай дұрыс тазалаймыз видеоролигі көрсетіледі. Тіс күтімі туралы дәптерлерге ойларыңыз жазасыздар. Таңертең және үй алдында. Тісті неге тазалау қажет? Тістің ойық шұңқыр жерлерінде кішкентай бактериялар өмір сүреді. Олар тістің арасында қалған тамақтың қалдығын жейді. Осы бактериялардан бөлінетін қышқылдардан біздің тісімізде кішкентай тесіктері пайда болады. Осы тесіктерді кариес деп атайды. Кариес пайда болған кезде тіс ауырады. Сондықтан тіс дәрігеріне барып тісті емдеу қажет болады. Ал егер тісті жумайтын болсақ, ауыздан нашар иіс шығады. Жақсы тіс щеткасын қалай таңдау қажет? Жұмсақ қылды щетканы таңдаңыз. Қатты одан тіс ауыру мүмкін, және қызыл иек қанталай бастайды. Тіс щеткасын баса домалақтау, жұмыр пішінді болғаны дұрыс. Сонда алдыңғы тістерді ішкі жағынан тазалауға болады. Тапсырмасын бәріміз алып аламыз. Тісті күтудің ережелерін құрастырып келесіздер. Үйге бәріміз күнделікке жазып аламыз. Тісті күнде 2 рет тазалау, тамақтан соң ауызды шаю, ыстық тамақтан соң суық су ішпеу, қатты заттарды тіспен шақпау, тәттіні көп жемеу дейді. Тіс дәрігеріне жиі көріну, әркім өзінің жеке тіс щеткасымен пайдаланып. Осы бізде тіс күтудің ережелері болады екен, өздерің үйде тағы да мәліметтер іздеп жазып келесіңдер. Қазір енді оқушылар бізде сабақ аяқталып жатыр. Кері байланыс ретінде Instagram әдісі арқылы маған кері байланыс беретін боласыңдар. Қазір мен сіздерге тарқатамын. Бүгінгі сабақта міне тұр ғой, жаңа бағалы парағын бердім. Сол жерде жинаған бал сандарымды мұнда жазасыңдар домалақтың ішіне. Есімдеріңді міне аты жөнді деген жерге жазып, күнін жазасыңдар. Сосын мына жерге бүгінгі сабақ сіздерге қалай болды, ұнады ма, қалай сұрақтарың бар ма, қызықты болды ма, сол туралы жазатын боласыңдар. Жазамыз. Жазамыз. Жазамыз, Айша.
Өзіңді не үшін 10 балмен бағаладың, Зере? Маған бүгінгі сабақ ұнады. Өзіңді 10 балға лайықты деп ойлайсың ба бүгінгі сабақта? Иә. Мен Зерені өзім 100 балға да бүгін бағалаймын. Бүгін сабақтың бәріне жақсы қатысты. Адина? Мен сабақта сабақ айттым. Маған сабақ қатты ұнады. Тамаша. Мен бүгін қатты сабақта түсіндім. Жақсы. Маған қатты сабақ ұнады. Не өзіңді неше балмен бағаладың? 9. Не үшін 9 бал? Бүгін тапсырмалардың бәріне қатыстың ғой, иә? Өзің 9 балға лайықтымын деп ойлайсың ба? Тамаша, отыра ғой. Исмаил? Бүгін жаратылыстану маған ұнады.